Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Айкерім. Бүгін біз сіздермен екі ғана заттан тұратын круассан дайындаймыз. Ол үшін бізге слоеный қамыр мен сгущенка қажет. Ал сіз слоеный деген сөздің қазақшасын білесіз бе? Білсеңіз, комментарийға міндетті түрде жазып қалдырып кетіңіз. Слоеный қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз, және де оқтаудың көмегімен осылай ұзыннан жайып шығамыз. Жайылған қамырымызды 3 бұрышты етіп барлығын бөлеміз. Осылай бөлінген қамырымыздың әрбір бөліктеріне начинкамызды салып шығамыз. Менде мейіз және де сгущенка. Начинкаларын салып болғаннан кейін видеода көрсетіліп тұрғандай ораймыз. Екі шетін жақсылап бекітуді ұмытпаймыз. Ал сіздер білесіздер ма, круассаны қай елдің ең сүйікті десерті? Білсеңіздер, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Осылай орап болғаннан кейін круассанымызды қызып тұрған пеште 180 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің круассаналарымыз тез арада дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Және де менің каналыма подписаться етіп, әр видеома лайк басуды ұмытпаңыздар.